Пайғамбарымызға бір кісі келіп айтады, не дейді? Я Расулуллах, мен кедеймін, мен қайтем дейді. Маған ақша беріңіз деген кезде, қартым аш дегенде пайғамбарымыз оған ақша берген жоқ. Не істеді? Балтаменен жіп берді. Барып отын шауып әкел, сат деді. Тірлік жаса деді. Бізге қазір осы нәрсе керек. Мұсылмандар бір-бірін қолдап, бір-бірін көтермелеп, жамағаттар даму керек. Сананы дамыту керек. Жаңағы айтқандай, сананың ішінде үлкен сілкініс болу керек. Жеңістік ең алдыменен ішкі жеңістік болады. Ішкі жеңістік болмай, сыртқы жеңістікке жете алмаймыз біз, құрметті жамағат. Сондықтан пайғамбарымыз айтқан: "Мен ғарафа нафсаху фақад ғарафа раббаху." Кім өз-өзін таныса, ол Раббысын таниды дейді. Раббымызды танимыз десек, алдымен өзімізді таниық. Қарайық біз неміз өзіміз, әлемімізге қарайық. Кім біз? Алла бізге қандай қабілет берді, қандай мүмкіндік берді, қандай ақыл парасат, қандай көрегенділік берді. Осы нәрсенің барлығына назар салып, қарап, дамуды ойлау керек. Кітапты көбірек оқып, соны іске айландыруға тырысуымыз керек. Құран шейін уағызды тыңдайсыздар. Біздер ой толқытпаймыз қазір. Біздер дайынбыз. Біздер қазіргі таңда Facebook, интернет әншейін, Google деген әкесі бар. Яндекс деген шешесі бар. Содан үйренеді. Ойлағысы келмейді. Ойымыздың бәрі тоқырап тоқтап қалған. Қозғалыс жоқ, динамика жоқ, бойымызда қан айланбайды. Жүгіріс жоқ, тоқтап тұрмыз. Жаңадан бір нәрсені ойлап шығара алмаймыз. Тек қана Европаның, Американың немесе басқа мемлекеттердің, Қытайдың бізге жасап берген нәрсесін ғана тұтынамыз. Алла Тағала Құранда тафаккарун, тазаккарун, тағақилун, ойланыңдар, естеріңе түсіріңдер, ақылдарыңды істетіңдер деп көп жерде айтады. Әлі ойламаған жоқсыңдар ма сендер? Сезінбейсіңдер ме? Білмейсіңдер ме сендер? Қандайсыңдар деп Алла Тағала Құранда көп жерде, бір Қамар сүресінің 14 жерінде әлі сендер ойланған жоқсыңдар ма деп ескертпей береді жаңа жерде. Хазіреті Омардың уақытысында бір топ адам мешіттің ішінде жатыр дейді, 5-6 адам жаңағы бір топ енді. Соны Хазіреті Омар мешітке келіп сұрапты: "Не қылған адамсыңдар?" "Біз Құдайға құлшылық етіп жатқан адамбыз" деп айтады дейді. "Қабыл болсын құлшылықтарың. Жақсы, енді жарайды, мешіттен шықпайды екенсіңдер. Онда мына рызықтарың, күнкөрістерің қалай десе, біз Аллаға тәуекел еткен мүтәуәккил адамбыз, Аллаға тәуекел еттік" депті. Әйтеуір аннан-мұннан рызқымыз келеді, мешітке жан ашып біреулер әкеп, тамақ бірдеме әкеп береді, сонымен күн өтіп жүрген байқұстар екен жаңа. Содан тұрады Хазіреті Омар әлгілерге қарап: "Сендер мүтәуәккил, яғни Аллаға тәуекел еткен адам емессіңдер. Сендер мүтәәккилсіңдер, сендер арамтамақсыңдар" деп қылышты суырып алады да: "Шығыңдар мешіттен" дейді. "Барыңдар, жерегіңдер, тіршілік жасаңдар, еңбек қылыңдар. Соның дұрыс өсіп дамуын Алладан дұға қылып тілеңдер. Аллаға тәуекел етіп күтіңдер. Аллаға тапсыра біліңдер. Ғибадат қылыңдар. Құран шейін жата бермеңдер" деп әлгі бір топ адам мешіттен қуып шыққан екен. Хазіреті Омар. Қазіргі мұсылман жағдай осы. Өйткені ой жоқ бізде, ойлана алмаймыз. Біздің ойымыз тек қана дайын ақша. Каспий банктан барып кредит алады да, соң оны қалай төлеймін деп шауқылап жүреді, жаңа қарыз сұрап елдің бәрі. Бір-біріне қарыз. Соңында тек қана қалай алдасам, қалай тендерді шығарсам, қалай доляға кірсем, әңгімесі осы. Тек посредник болу жұмыстары. Бірақ өзі отырып, мен болам, мен монополист болам, мен осы нәрсені істей алам, мен басқарып кете алам деп, ішкі әлемін, руханиятын қозғай алмайды, қозғағысы келмейді. Жалқау мұсылмандар. Алла бізге ақыл берді, парасат берді, барлық нәрсені берді, мүмкіндіктің бәрін берді. Тұр да істешті. Тұр да істешті. Бірақ біз жатырмыз. Әрқашан күнделікті кешке жақын жатар кезде бір уақыт өзімізге есеп берейік. Мен бүгін не істедім? Мен бүгін Алла үшін не істедім? Өзім үшін, мемлекетім үшін не істедім? Қазақстан үшін не істедім деп ойлануымыз керек. Сондықтан, құрметті бауырлар, Құран шейін екі қолды сілтеп, талтаң етіп көшеде жүрмейік. Жұмыс жасайық, табайық бір нәрселер, істеуге тырысайық, оянайық, сананы оятайық. Сана оянған кезде бір нәрсе болады. Сол нәрсенің барлығын Алла Тағала береді. Алла Тағала не дейді? "Инналлаха маъас сабирин" деді ма? Алла сабыр етушімен бірге деді ма? Яғни сенмен бірге. Шүкір етсең,
мен берем деді. Бір жақсылық жасасаң, саған 10 жақсылық қылып қайырып әкеп берем деді Алла тағала. Дұрыс па? Бұның барлығы нелер? Бұның барлығы Құранның ішіндегі мұсылмандардың байып көтеріліп дамуларының формуласы. Осы формулаларды мұсылмандар орындамайынша мұсылман көтерілмейді. Құрандағы осы формуланың бәрі орындалу керек. Пайғамбар алейхиссалату уассаламның өміріндегі, сүннеттегі, пайғамбарымыздың өміріндегі формуланың бәрі орындалу керек. Сондықтан құрметті ағайындар, жатпайық. Пікір зікір қылайық. Бисмилламенен әр істі басқартайық. Күнделікті іс әрекетімізде, амал харекетімізде орындап жүретін болсақ, құба құп, нұр үстіне нұр пайдалы болады.